Президента 15 марта будет проводиться референдум по внесению изменений и дополнений в наш главный закон, Конституцию. Жарқайың ауданы өңірінде төтенше жағдайлар бөлімінің және нөмірі 12 өрт сөндіру бөлімі қызметкерлерінің қатысуымен маңызды диалог алаңы ұйымдастырылды. Кездесу барысында 2026 жылғы 15 наурызда өтетін республикалық референдум мен жаңа конституция жобасын кеңінен талқыланды. Жиынға аудан жұртшылығы мен азаматтық қорғау саласының мамандары қатысып, ел болашағы үшін мәні зор құжат төңірегінде ашық пікір алмасты. Кездесу барысында Жарқайың аудандық мәслихатының төрағасы Асылхан Әлжанов және Аманат партиясы аудандық филиалының атқарушы хатшысы Айбек Слеухадыр сөз сөйлеп, конституцияға енгізілетін өзгерістердің мән маңызына жан-жақты тоқталды. Спикерлер өз баяндамаларында жаңа редакциядағы негізгі заң жобасының қоғамдағы заманауи үрдістер мен құндылықтарды ескертетін мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіруге бағытталғанын атап өтті. Сондай-ақ ұсынылып отырған өзгерістер елдің әлеуметтік экономикалық дамуына серпін беріп, құқықтық мемлекет қағидаттарын одан әрі нығайтуға негіз болатыны айтылды. Іс-шара барысында қатысушыларға конституция жобасының негізгі бағыттары түсіндіріліп, әрбір азаматтың пікір білдіруіне мүмкіндік жасалды. Ашық форматта өткен диалог алаңы тұрғындардың көкейіндегі сауалдарға нақты жауап беруге, реформаларының мазмұнын тереңірек түсінуге жол ашты. Жаңартылған негізгі заң жобасы қоғамдық келісім мен тұрақтылықты сақтай отырып, мемлекеттік саясаттың басымдықтарын айқындайды. Сарапшылардың пікірінше, бұл құжат Қазақстан Республикасының ұзақ мерзімді әрі орнықты дамуына берік құқықтық тұғыр қалыптастырып, елдің жаңа кезеңдегі стратегиялық бағытын айқындайтын маңызды қадам болмақ.